Сәлем достар. Бүгінгі кинотайымда 2016 жылы жарық көрген Angry Birds киномультфильмі. Ұшпайтын құстар мекендейтін алыс аралда Ред есімді құс өмір сүреді. Ол курьер және оған түске дейін туу күніне арналған тортты жеткізу керек. Табиғи кедергілерге толы жолдан өткен соң, Ред ақыры мекенжай иесіне жетеді. Алайда оның түрі балапанның зәре құтын қашырып, ал тентек әкесі қызыл құсты мазақ етіп, торттың ақысын төлеуден бас тартады. Редтің жүйкесі сыр беріп, ол тортты тапсырыс берушінің бетіне жағып, үстіне клоунның костюмін кигізіп тастайды. Ашуға булыққан ол байқамай тиынге басып кетеді. Бүкіл отбасы курьер жұмыртқаны құлатып алмау үшін тырысып бақты, бірақ балапан тортқа алаңдап қалғанда, Ред жұмыртқаны сындырып алады. Ред жетім әрі өзге құстардан оқшау. Кішкентай кезінен бастап оның қалың қасы үшін оны мазақтайтын. Өмір бойы айналасындағылар оны ашуландырып, ол өзін ұстай алмайтын. Бірақ бұл жолы оның ашушаң мінезі аралдағы ең ауыр қылмыстардың біріне, жұмыртқаның мерзімінен бұрын жарылуына келді. Енді Редтің тағдыры сотта шешіледі, өйткені ол балапанды шала піскен Гогуль-Могульге айналдырып жібере жаздады, ал сәби енді оны әкешім деп атайды. Ред баяғыда құстар ауылынан кетіп, жеке тұрып жатыр. Басқа құстар оны жақтырмайды. Біздің кейіпкерге өзін маңызды етіп көрсеткісі келетін сот төрешісінің уағызын тыңдау ұнамайды. Ред төрешінің шапанын жұлып алып, оның астында тұрған биіктеткіш тақтайшаны көрсетіп қойды. Осы әрекет үшін сот оған ең жоғары жаза ашуды басқару курсына қатысу міндетін жүктейді. Шынында да бұл курс оған артық етпейді, себебі Редті аралдағы әрбір құс ашуландырады. Әсіресе жаяу жүргіншілер өткелінде миллиондаған балапанды және ұлудың жылдамдығымен жүріп келе жатқан қарт әжейін өткізуге мәжбүр болған сәт ерекше қиын болды. Ред келген ашуды басқару орталығының алдындағы жарнамада қуанда күлдеп жазылып тұрды. Бірақ Ред қуанышты тек өзін мазақтап тұрған тұлыпты ұрып-соғып тастағанда ғана сезінді. Көңілді мінезді Матильда Редті басқа қатысушылармен таныстырды. Сара тынымсыз құс, Чак, ол өте жылдам әрі тәртіп бұзғыш. Бірде тоқта деген белгіні елемей өтіп кеткен. Полиция қызметкері оған айыппұл жазып жатқанда, Чак бөлімшеге басы көктеп кіріп, бәрін талқандап тастайды. Тіпті полицейдің әмиянын ұрлап, ішіндегі барлық ақшасын жұмсап жіберіп, соңында үстіне дәрет сындырған. Ладно, да, это была не мороженка. Спасибо, Чак, мы все поняли. Үлкен дәуді Теренсті Матильданың өзі не істегенін айтуға батылы жетпеді. Нағыз маньяк екені анық. Ал Бомб топтың тағы бір жаңасы. Оның мәселесі қатты қорыққанда немесе ашуланғанда ол сөзбе-сөз жарылып кетеді, яғни нағыз бомба сияқты. Ашуды басқару сабағында Матильда оларға йогамен айналысуды ұсынды. Бірақ биші қалпы Бомбты тыныштандырудың орнына керісінше қоздырып жіберді, ол шынымен жарылып кетті. Осылайша бүгінгі сабақ ерте аяқталды. Чак жаңа танысымен араласқысы келді, бірақ Ред жалғыздықты ұнататын құс. Достар оған қажет емес, сондықтан ол үйіне кетті. Дегенмен Редтің достары мен отбасы барларға іштей қызығып қарайтыны байқалады. Аралдағы барлық құстар олардың қауіпсіздігін Могутты бүркіт қорғайды деп сенеді. Бірақ оны көп жылдан бері ешкім көрмеген. Мүмкін, ол да Ред сияқты жалғыз жүрген шығар. Тичи аралында күн әдеттегідей басталды, бірақ олар өмірлерінің жақында күрт өзгеретінін әлі білмейтін. Ашудан арылудың тағы бір тәсілі поэзия арқылы сезімді білдіру. Бірақ Ред тағы да бәріне қарсы шығып, ештеңе жазбады. Ал Чак болса өз өлеңін бір зұлымның талқандап кеткен Чучелге арнады. Айтпақшы, қылмыс орнында қызыл қауырсын табылды, сондықтан Редтің үстіне жалған айып тағу жоспары іске аспады. Құстар ашумен Чучелоны тағы да таптап, оның қалдықтарын жаншып, бәрі бірге теңіз жағына қарай жүгірді. Аралға жақындап келе жатқан ерекше кеме көрінді, ол құмды қопарып, якорын тура Редтің жағажайдағы үйіне тастады. Ал ол үйді Ред тұп-тура 5 жыл бойы салып келген еді. Технологиясы дамыған кемеден жасыл сақалды шошқа Леонард есімді қонақ шықты. Ол көмекшісі Росс екеуі шошқалар әлемінен сыйлықтар әкеліп келіпті. Бұған дейін құстар басқа аралдардың бар екеніне сенбейтін. Өздерінің адал ниетпен келгенін дәлелдеу үшін Росс бәрін құшақтай бастады, шектен тыс қаттырақ. Қонақтардың құрметіне кешке үлкен мереке ұйымдастырылды. Ал шошқалар өздерімен бірге көп мөлшерде динамит алып келіп, оны сахнада жарып жіберді. Қораптың ішінде батут пен тағы бірнеше торай бар болып шықты. Шынында да бір түрлі жағдай, Леонард кемеде өзінен басқа тек екеуі ғана бар деп айтқан еді. Келесі сыйлық патшалық рогатка. Енді құстарға заттарды арқанмен сүйреп әкелудің қажеті жоқ, оларды оңай атқылауға болады. Леонард сахнаға бір еріктіні шақырды. Міне, ана үлкен қалың қасты қызылды әкеліңдер, деді ол. Ред амалсыздан шошқаларға жақындады. Оны рогаткаға отырғызып, серіппемен атқылап жіберді, жөн сұрап, үйімді жөндеп беріңдер деп мазаламасын дегені. Ред ұшып келіп, өз үйінің маңына қонды. Сол сәтте қасына Чак жүгіріп келіп, шошқалардың кемесін бірге зерттеуді ұсынды. Оларға Бомб та қосылды.
Кеме түгелдей жарылғыш заттарға толы болып шықты. Әртүрлі каюталарда батуттар, көліктер мен түрлі түсті костюмдер жатқан. Бомб батутта ойнап жүріп, еденді жарып түсіп кетті де, астында тығылып отырған жасыл доңыздардың үстіне құлады. Ашуланған Ред қайтадан мерекеге оралып, барлық құстарға кемеде жүздеген доңыздың жасырынып отырғанын айтып берді. Ал қулығын жасырып келген сол сақалды Леонард болып шықты. Привет! Скучаешь, детка? Ой! Сөзді Леонард алды да өз ойын білдіре бастады. Ол бар болғаны аңқау туыстар үшін алаңдағанын, алдымен аралдың олар үшін қауіпсіз екеніне көз жеткізгісі келгенін айтты. Леонард екі халықтың достықта өмір сүргенін қалар еді, бірақ сірә ол шектен асып кеткен сияқты. Алайда судья сынға ұшыратқан Ред болды көрінеді, ашуын толық баса алмаған. Ашуланған Ред үйіне қайтып кетті, ал доңыздар нағыз ковбойлық шоу ұйымдастырды. Жасыл шошқалар аралды түгел басып алды, тіпті Редтің үйіне де рұқсатсыз баса көктеп кірді. Бұл жағдай тағы қаншаға созылады екен, деп ойлады Ред. Семіз турист доңыздар аралды зерттеп жүрді. Осы кезде Леонардтың көзі жұмыртқаға түсті. Ол оны ұстап, біраз тамаша сәттер өткізуді және жеп қоюды қалады. Бірақ Ред оған жол бермей, шошқаға аяғын алып кетуді бұйырды. Осыдан кейін ол ашуын суретке төгіп, жаңа картина салып шықты. Задача была нарисовать боль. И я взял и нарисовал вашу боль. Это я назвал катарсис. Осы кезде арал жағасына тағы бір шошқалар кемесі тоқтады. Сонда олар мұнда мәңгі тұрып қалмақ па? Неліктен бұл сұраққа тек Ред қана алаңдайды. Ол достарын жинап алып, жасыл торайлардың не ойлап жүргенін анықтауға көмектесуді өтінді. Бұны білу үшін оларға мықты бүркітті тауып, бәрін соған айту керек. Ол Даналық көлі маңындағы биік тауда тұрады. Қиын сапар барысында құстар жолды қысқарту үшін ән айтып, сонымен қатар бүркіттің ұрандық айқайы қандай болуы мүмкін екенін болжауға тырысты. Ақыры олар таудың ең биік шыңына көтерілді де, қателескендерін білді, оларға керек тау мүлде қарсы бетте екен. Олар сол тауға шығып алды. Міне атақты Даналық көлі. Бірақ ең құдіретті бүркіттің өзі көрінбейді. Чак пен Бомб көлге түсіп, одан су ішіп, Даналыққа кенелеміз деп үміттене. Кенет үңгірден күшті дүрсіл естілді, одан әлгі ұлы бүркіт шығып, тура көлге дәрет сындырды. Бомб бұған ренжіп, жылап жіберді. Ал бүркіт құдіретті емес, қайта семіз әрі мақтаншақ болып шықты. Ол қонақтарына өзінің ерлік залын көрсетіп, олардың өз даналығын иеленетінін айтып уәде береді. Үңгірдің іші түрлі қоқыс пен марапаттарға толы, ал бүркіт өз ұлылығын мадақтап, оларға ән салып берді. Ал шошқалар болса, құстарды түрлі құрылғылармен таныстырып, осы аптада өтетін кешке шақырып жатыр. Көшелерді түтін шығаратын қауіпті көліктер басып кетті, ал сыныпта жалғыз Теренс ғана қалды. Ред шошқалармен болған мәселе жайлы бүркітке айтып көрді, бірақ ол ештеңе деместен орнынан тұрып, үңгірден шығып кетті. Оған кемпірлерге дүрбімен қарау қызығырақ сияқты. Сол сәтте Ред шошқалардың қонақжай құстардың үйлеріне динамит қойып жатқанын көріп, бүркіттен көмек сұрады. Бірақ семіз бүркітке бәрібір ол орнынан қозғалғысы келмейді. Өкінішті, өйткені ол ұша алатын жалғыз құс еді. Енді аралды Ред секілді қарапайым құс құтқаруға тиіс сияқты. Достары барынша жылдам ауылға қарай жүгірді. Ал ол жақта шошқалар барлық құстарды жинап, даңғыр күңгір кеш өткізіп жатқан еді. Бірақ мұның бәрі назарды басқа жаққа аударту үшін жасалған айла болатын. Ал шошқалардың өздері аралдан барлық жұмыртқаларды ұрлап, оларды кемеге тиеп жатыр, сондай-ақ динамитпен барлық үйлерді жарып жібереді. Чак кешке жүгіріп келіп, шошқалардың опасыздығы туралы айтып берді. Сол уақытта Ред пен Бомб жұмыртқалар салынған торға жабысып, оларды аралдан алып кетпеу үшін тырысып жатыр еді. Бомб шынжырға өрмелеп шығып, Редтен өзіне тіл тигізуін сұрады. Ренжіген ол жарылуға дайын тұрды, бірақ шошқалар оны сөндіріп, суға лақтырып жіберді. Қанағаттанған шошқалар соңында бүркіттің мүсінін жарып, ұрлаған олжалармен өздерінің шошқалар аралына қарай бет алды. Таңертең ауыл тұрғындары өртеніп кеткен үйлердің арасымен жүріп, бірде-бір жұмыртқаны таба алмады. Судья Редтен кешірім сұрады, ол бәрін алдын ала ескерткен еді, бірақ ешкім оны тыңдамаған. Енді не істеу керегін шешу керек болды. Чак бірден жаңа балапандарды шығара бастайық деп ұсынды. Бірақ Ред құстар өз жұмыртқаларын қайтара алатынына сенімді еді. Шошқалардың кемесі артында қоқыс ізі қалдырған, енді олар сол ізбен жүреді. Ол үшін өз кемелерін жасау керек. Бұған қоса, олар нағыз ашуланып, сұмпайы шошқаларға жақсылап сабақ беруі тиіс. Естерінде болсын, құстар дегеніміз динозаврлардың ұрпағы. Қауырсындылар қалған жәшіктерді байлап, сал жасап, шошқалар аралына өз ұрпақтарын құтқаруға аттанды. Осы кезде Леонард үйіне жетіп, сарайдың балконына шығып тәжім киді. Өйткені ол шошқалар аралының патшасы. Оның туыстары жұмыртқаларды іздеп жүргенде, тек сақалды патшаның өзі ғана оларды тауып алды, тұтас бір тау болып үйілген жұмыртқалар. Көп ұзамай құстарды аралға жетіп, шошқалардың алып қалада тұратынын, оның биік ағаш дуалмен қоршалғанын көрді.
Енді олар сол дуалдың үстінен ұшып өту үшін алып рогатканы қолдануы керек еді. Ұшып келе жатып, олар тротил үстінде отырған шошқалар тобына отты шар лақтырды. Тукан Хел нысанаға дәл жете алмай, бумеранг сияқты кері қайтты. Тұмауы бар Сайрус ештеңеге зиян келтіре алмады, ал Мим бірден екі биік ғимаратты қиратып түсті. Сонда патша шошқаларға қарап, қорғанысқа дайындалуға бұйрық берді. Құдіретті бүркіттің сондай-ақ құдіретті дүрбісі де бар еді. Ол шошқалар аралында не болып жатқанын көріп, өз халқына көмектесу туралы ойлана бастады. Бүркіт ұшып көруге тырысты, бірақ үлкен қарны оны төмен тартып тұрды. Ред құстарға қай бағытта ұшу керегін көрсетті. Өкінішке қарай, олар әзірге қамалға дейін жете алмай жатыр, бірақ жолындағы үйлерді біртіндеп қиратып келеді. Ред алып тасты бұзып өту үшін өзін құрбан етуге дайын болды, бірақ ол тек тасқа соғылып, одан серпіліп, тура қамалдың ішіне ұшып кірді. Демек, өзгелер де дәл сол бағытпен ұшуы керек еді. Леонард бірден өз әскеріне барлық жұмыртқаларды жасыруды бұйырды. Енді кезек Чакқа келді, оны рогаткадан ататын сәт туды. Белгілі бір сәтте ол жылдамдығын арттырып, ең қауіпті бөлмелердің арасымен ұшып өтіп, Редтің қасына тоқтады. Чак, ты что ли? Жесть какая-то! Қамалдың ішіне бомбта ұшып кірді. Шошқалар әскерінің қолында көптеген шағын ұшақтар бар еді. Бірақ құстардың артықшылығы дәл тигізетін алысқа ататын рогаткасы. Алайда Теренс шамадан тыс күш салып, олардың қаруын сындырып алды. Қаладағы бүліктерге қарамастан, Леонард пен оның серіктері думанға дайындалып жатыр. Көрініп тұрғандай, жұмыртқалар мұнда жұмыртқа жоқ деп жазылған есіктің ар жағында орналасқан. Өзінің жылдамдығы мен ептілігінің арқасында Чак күзетшілермен оңай есеп айырысты. Бірақ жұмыртқалар әлдеқашан үлкен қазан жаққа бағытталған еді. Ред торға ілініп, қайнап жатқан судың үстінде ілініп қалды. Батыр басқару пультін жұлып алып, болашақ балапандарды пісіріп жіберуге жол бермеді. Сол сәтте мұнараға аса жоғары жылдамдықпен құдіретті бүркіт ұшып кірді. Артынша бомб пен Чак та сонда жетті. Бүркіт жұмыртқаларды ұстап үлгергенімен, шошқалар оған жабысып алып, ұшуға мүмкіндік бермеді. Кенет бір жұмыртқа төменге түсіп кетті. Сонда Ред достарына өзсіз ұшып кетуді бұйырып, өзі соңғы жұмыртқаны құтқаруға қалды. Ред жұмыртқаны қағып алып, қайнап жатқан судан қашып, люстраға жармасып қалды. Дәл сол жерде Леонард та ілініп тұр еді. Осы уақытта бомб ұшақтарды тоқтатудың жалғыз жолы ұшу жолағын жарып жіберу екенін түсінді. Ең бастысы, уақытында жиналып, дәл сәтінде жарылу еді. Дәл сол сәтте келесі топтағы ұшақтар жақындап қалған болатын. Сонда бомб бар күшін салып, мүмкін болған ең қуатты жарылысты жасады. Қалада қалып қойған құспастеран шошқалардың көлігін байқатпай айдап кетуге үлгерді, ал Ред пен Леонард динамит қоймасына құлап түсті. Шошқалар бәрін дәл сол жерде жеп қоюға дайындалған еді, бірақ Ред қулық жасап, қабанның өзін алдап түсірді, оны үстінен құлаған қазан басып қалды. Сол сәтте барлық динамит жарылып, шошқалар қаласы жермен жексен болды. Құстар өз жұмыртқаларын қайтара алды. Тек өкініштісі, бұл үшін Ред өз өмірін құрбан етуге мәжбүр болды. Бірақ ол жарылыстан тірі қалып, ал құтқарылған жұмыртқадан 3 көк егіз балапан жарыққа шықты. Ред оларды ата-анасына табыстап, өзі құдірет бүркіттің берік құшағында қалды. Құстар өз ауылдарын қайта тұрғызып, ал бүркітке жаңа ескерткіш орнатты. Егер мұқият қарасаң, сол ескерткіштің үстінен Редтің бейнесін де көруге болады. Оның үйінде қайта салып берді, бірақ бұл жолы ауылдың дәл ортасына орнатты, өйткені ол олардың барлық ұрпағын құтқарған нағыз қаһарман еді. Осымен шолуымыз аяқталды. Шолудағы барлық фильмдердің толық нұсқасын Telegram каналымыздан көре аласыздар. Арнаға тіркеліп, лайк басып, арнаға қолдау көрсетейік. Келесі кинотаймда кездескенше.